Баршаңызға сәлем. Бүгін біз үй жағдайында осындай өте дәмді және жұмсақ рогалик тәтті тоқашын пісіреміз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен жылы суды, жылы сүтті араластырамыз. Оған аштығы мен тұзды қосамыз. Және қантты енгіземіз. Бәрін жақсылап араластырып, бетін пищевой пленкамен жауып 20 минутқа қоямыз. Үлкендеу ыдысқа аштығымызды құйып, шамалы ұн себеміз. Сосын сары майды салып, қамыр илей бастаймыз. Қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Оны жылылап орап, ашытуға қоямыз. Дастарханға ұн сеуіп, ашыған қамырымызды түсіреміз және жаямыз. Жайған қамырымыз қатты, жұқа болмау керек. Қамырымызды видеодағыдай үшбұрыштап кесеміз. Арасына қойылтылып қайнатылған сүтті қосып, ораймыз. Барлығын орап болғаннан кейін бетін материалмен жауып, 20 минутқа қойып қоямыз. Жұмыртқаның сарыуызына бір ас қасық сүт қосып, оны жақсылап араластырып, рогаликтердің бетіне жағып шығамыз. Рогаликтерімізді духовкада 180 градуста беті қызарғанша пісіреміз. Мінекей достар, бізде өте әдемі, өте дәмді және жұмсақ рогаликтер шықты. Енді ішін көрсетейін кесіп. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Айрика. Күндеріңіз сәтті өтсін.